Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз 3-ші сынып 10-шы сабақты өтеміз. Бүгінгі тақырыбымыз үш таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдері. Үш таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдерін пайдалана отырып есеп шығарамыз. Бірінші есепке қарайық. Бірінші есепте көрсетілген берілген өрнектерді қандай топтарға бөлуге болады? Бізде өрнектер берілген. Осы өрнектерді қараймыз. Мысалы, мына бірінші берілгенде әріп араласқан, ал мына есеп өрнекте әріп емес, сандар ғана берілген. Сонда біз санды өрнектер және әріпті өрнектер деп екіге бөліп жазып аламыз. Санды өрнектерді жазып, астына санмен ғана берілген есептерді жазып, жауабын баған түрінде есептеп жауабын жазамыз. Бірінші санды өрнектерде 965 азайту 452, жауабы 513 шығады екен. Екінші бізде санды өрнегіміз 124 қосу 68 қосу 45, жауабы 237. Енді 56 қосу 654 жақша ішінде азайту 451. Бұл да санды есеп. Жауабы 259. 12 бөлу 3 4 санды өрнек. 2 көбейту 5 бізде 10 болады. Бұлар санды өрнектер. Енді әріпті өрнектерді теріп жазамыз. X қосу 65 жақша ішінде бөлу А. Жаздық. Санды өрнек А қосу 456. 5 көбейту жақша ішінде С азайтуды. С азайтуды қосу А. Д азайту 456. Бізде бұлар санды өрнектер. Әріпті өрнектер. Әріп болғандықтан әріпті өрнектер деп жазып аламыз. Келесі бізде екінші есеп. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте. Бізде метр, сантиметр, дециметр өлшем бірліктерімен өрнектер берілген. Осыны шығарамыз. Біз бірінші еске түсіруге 1 метрде бізде 1 метр тең бізде 100 сантиметрге. 1 сантиметр тең 10 сантиметрге. 1 метр тең бізде 10 дециметрге. Яғни осы ұстаным бойынша біз есепті ары қарай жалғастырамыз. Жазамыз 246 сантиметр. Яғни бізде мына жерде көрсетілген метр, дециметр, сантиметрге бөліп жазуымыз керек. Сонда бізде 2 метр, 4 дециметр, 6 сантиметр. Келесі бізде 7 дециметр, 2 сантиметр. 204 бізде 2 метр, 4 сантиметр. Келесі бізде 2 дециметр дегеніміз 20 сантиметр, 4 сантиметр қоссақ 24 сантиметр. Келесі бізде 437, яғни 4 метр, 3 дециметр, 7 сантиметр. 437 сантиметр. Келесі 8 метр, 6 дециметр, бізде 860 сантиметр. 5 метр, 7 дециметр дегеніміз 57 дециметр. Яғни бізде мына жерде дециметр қылып жаз деп көрсетілген. 5 дециметр 8 сантиметр дегеніміз 58 сантиметр. Үшінші есеп өрнектер құрастырып жаз. Олардың мәнін тап. А есепке қарайық. 23 пен 3-тің қосындысын, яғни екеуінің қосындысын 23 пен 3-тің қосындысын
қосындысын 430 санынан азайт. Яғни 430 санынан азайтамыз 23 пен 3-тің қосындысын. Келесі ә есебі 250 санына 360 пен 60-тың айырмасын қос. Яғни 360 пен 60-тың айырмасын қос. 250 санына 360 пен 60-тың айырмасын қосамыз. Енді бұл есепті жазайық. 300 бен 320-ның қосындысына, яғни екеуін жақшаға аламыз. 300 бен 320-ның қосындысына 250-ді қос. 300 бен 320 санының 320-ның қосындысына 250-ді қос. В есепті қараймыз. 420 мың мен 30 мыңның қосындысынан, яғни екеуінің қосындысынан 200 мыңды азайт. Жазамыз. 420 мың мен 30 мың қосындысынан азайтамыз 200 мыңды. Енді Г есебіне қарайық. 700 мың мен 230 мыңның айырмасынан, яғни екеуінің айырмасына 40 мыңды қос. 700 мың азайту 230 мың. 230 мың азайту қойылды. Так, енді қосамыз 40 мыңды. Енді есепті шығарайық. 430 жазамыз. 430 азайту. Жақшаның іші 46. Сонда бізде жауабы бізде 46 емес. 26 тең 404. Енді 250-ді жазамыз. Қосамыз. Жақшаның ішін орындаймыз. 300 болады. Тең 550. Жақшаның іші бізде 320, яғни 620. Қосамыз 250-ді. Сонда бізде 870. Енді мына жерде жақшаның ішін орындаймыз. Сонда бізде 450 мың болады екен. 450 мың азайту 200 мың. Тең болады бізде 250 мың. Келесі есеп жақшаның ішін орындайтын болсақ, 700 мың азайту 230 мың тең 700 мың азайту 230 мың бізде болады 470 мың. 470 мың. Мына жерде бізде қосу екен. 470 мың. Так. Қосу 40 мың. Тең болады 510 мың. Төртінші есеп бізде А есебіне қарайтын болсақ, есеп дейміз. Есеп берілген. 39 қосу 2, 41, 390 қосу 20, 410, 64 азайту 7, 57, 640 азайту 75, 170, 60 қосу 23, тең 83, 560 қосу 23, 583, 50 азайту 21, 29, 750 азайту 21, 729.
мына жерде 2 таңбалы санға 1 таңбалы санды қостық, 3 таңбалы санға 2 таңбалы санды қостық. Төртінші есептің бізде есебін шығарайық. 560 см қосу 23 см тең 583 см. 560 см қосу 230 см 790 см. 750 см азайту 21 см 729 см. 750 см азайту 510 см тең бізде 540 см-ге. 390 см қосу 20 см 410 см. 390 қосу 200 см 590 см-ге тең. Келесі бізде 5-ші есеп. Есебін қарайық. Есептің берілуі бойынша өрнек құр. Сырым өзенмен 129 метр, ал Санжар 195 метр жүзді. Санжар сырымнан қанша метр алысқа жүзді? Біз есеп бойынша берілген жазып алайық. Сырым 129 метр жүзді, Санжар 195 метр жүзді. Санжар сырымнан қанша метр алысқа жүзді? Біз барлығын қанша метр алысқа жүзгенін табуымыз керек. Өрнек құрамыз 195, Санжардың жүзгені азайтамыз 129 метр, сонда 66 метр ұзаққа жүзген екен, алысқа жүзген екен. Шешуі бізде осылай шығарып аламыз. 66. Санжар сырымнан 66 метр алысқа жүзді деп жазамыз. Енді есепке қарайық. Өрнектерді берілген мәндері бойынша есепте. Бізде А 187-ге тең, Б 234-ге тең, С бізде 328-ге тең. Енді өрнек берілген А қосу 247 қосу В. Енді біз осы жерде А-ның орнына 187-ні, В-ның орнына 234-ті қойып жазамыз. 187 қосу 467 бізде 654 болады. Қосамыз В-ның теңі бізде 234. 654-ке қосамыз 234-ті, сонда бізде 888 шықты. Енді бізде есептің екіншісі 1000 азайту В қосу С. В-ның орнына біз 234-ті жазамыз, С-ның орнына 328-ті жазамыз. Яғни өрнекті толықтырып жазайық. 1000 азайту жақша ішінде 234 қосу 328. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 234-ке қосамыз 328-ді, бізде 562 болады. 1000-нан азайтамыз 562-ні, сонда бізде 438 шығады. 6-шы есеп. Берілген сандарды бос орынға кезекпен қойып өрнектер жаз. Бізде берілген өрнек міне. Осы мына бос орынға біз мына берілген сандарды кезек-кезек қойып өрнекті жазып есепті шығарамыз. Тиімді есептеу тәсілі шығу үшін тағы қандай сандар қоюға болады? Біздер осы есепті өзімізге тиімді қалай оңай, солай шығарып көрейік. 458 қосу 64 қосу 126. 458 қосу 64 қосу 126. Біз енді теңнен кейін бізге қалай ыңғайлы, яғни бірліктерін қайсысын қосқан кезде нөлге соңғы саны 0 шығатындай қосып біз тиімді жағын алайық. Бізге сонда біз 64 қосу 126 бізге тиімді. Яғни 458 қосу 126 қосу 64 жақшаның ішіне екеуін қосып алайық. Бізге осылай қосқан ыңғайлы. Сонда бізде 126 қосу 64 тең болады 190. 458 қосу 190 бізде 648 саны шығады.
Келесі 458 қосуына 122-ні қоямыз. Қосу 126. Енді қараймыз бірліктері бізде 8, міне 2. 8-ге 2-ні қосқанда бізге 10 шығады. Яғни бізге ыңғайлы 458 қосу 122. 580 саны шығады. 580-ге 126-ны қоссақ 706. Келесі 458 қосу бізде 152. Жоқ, 52. Қосу 126. Яғни қараймыз бізге. Соңғы бірліктеріне қараймыз. Бізге 2, міне 8 саны. 8 тұр бірлігі. Қосқан кезде 10 шығады. Яғни бізге осы екеуін жақшаның ішіне алып қосамыз. Бізге осылай ыңғайлы. 458 қосу 52. 458 қосу 52 бізде 510 шығады екен. 510-ға 126-ны қоссақ 636. Енді келесі 458 қосу 134 саны. 134 қосу 126. Яғни соңғы сандарына қараймыз. Сонда бізде 4 пен 6. Яғни 458 қосу жақшаның ішіне 134 қосу 126. 134 пен 126-ны қосып аламыз бірінші. Сонда бізде 260 шығады. 458 қосу 260, 718. Соңғысы 458 қосу 4, қосу 126. Тең бізде 4-ке 6-ны қоссақ бізде 10 шығады. Бізде осылай ыңғайлы. 458 қосу жақшаның ішіне 4 қосу 126. Сонда бізде 130. 458-ге қосамыз 130-ды. Жауабы 588 шығады. 7-ші есепке қарайық. Егер оқушы өрнектің мәнін амалдар бойынша есептеген болса, онда ол қандай өрнектің мәнін тапқанын анықта. Бізде өрнекті табуымыз керек. Астында шығарылу жолы берілген. Осыған қарап өрнекті табамыз. Бірінші шығарылған бізде 15 қосу 12. Жазамыз. 15 қосу 12. Сосын оның жауабы бізде 27. 27-ні жазбаймыз, яғни бұл өрнек берілген. 27 міне. Сонымен бөлеміз 9 дейміз. Бөлу 9. Енді бізде жауабы 3 шығу керек. Бірінші бізде 15 қосу 12 орындалғандықтан бізде жақшаға аламыз. Себебі бізде бөлу тұр. Бөлу бірінші орындалып кетсе, есебіміз дұрыс шықпай қалады. Сонда біз 15 қосу 12 27 шықты. 9-ға бөлсек 3 шығады. Келесі ә есебіне қарайық. Бірінші бізде 5 көбейту 8. Екінші бізде 3 көбейту 8. 5 көбейту 8 бізде 40. 3 көбейту 8 24. Яғни екеуін азайтқан. Біз мына жерде жаздық. 5 көбейту 8 азайту 3 көбейту 8 тең 16. Енді Б есебіне қараймыз. Өрнекті табу үшін біз астындағы шығарылған есепке қараймыз. Бірінші бізде 45 бөлу 9 делінген. Яғни бізде бөлу амалы да бар екен. Сонда біз бірінші қосу 45 қосу 9 орындалғандықтан біз жақшаға аламыз. 45 қосу 9 қосу 28 бөлу 7 дейміз. Міне 45 қосу 9 28 қосу 28 бөлу 7. Міне біз мына қосуды мына жердегі 45-ке 9-ды қоссақ 54. Міне 54 қосу 4. Қосу 4.
Сонда бізде мына 45-ке 9-ды қоссақ 54 шықты. Қосу 28 бөлу 7 бізде 4 шықты. Сонда 58 жауабы шықты. Сонымен 10-шы сабақты толық есептерін аяқтап шығардық. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындаймыз.